Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгінгі тақырып алма, үйдегі күнделікті алма жайында сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Алманың адам ағзасына пайдасы. Алманың күнделікті тағамға, салаттарға қосып пайдаланады. Оның ежелден ем, дәмді тағам ретінде және ас қорыту бұзылысының реттейтін амал ретінде қолданылады. Дәрумен жетіспегенде безгекке қарсы да жеген. Алманың құрамында темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарын жұмсартып жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтау үшін күніне жоқ дегенде бір алма жеу қажет. Алма тәнге күш беріп, ағзаның әртүрлі аурулармен күресуіне көмектеседі. Сырқатқа шалдыққандарда сау адамның да алманың жеу пайдалы. Ал алма басқа да жемістерге сияқты құрамында майлылық мүлдем жоқ деуге болатын жеміс. Күнде кешкісін бір алма жесеңіз, дәрігердің қажет емес деген мақал алманың қаншалықты пайдалы екендігін білдіреді. Сонымен қатар, алма шырыны адам ағзасына ауыр металдардың тазартуға, қан бұзылуы және жүрек ауруларының емдеуге қолданылады. Алма жемісі тасымалдауға, сақтауға жарамайды. Алманың отаны білесіздер ме? Біздің Қазақстан. Алманың отаны Қазақстан екенін білесіз бе? Білмесеңіз, біле жүріңіз. Ғалымдардың пікірі бойынша ғаламшардың барлық алма атаулығы арғы атасы қазақтың жерінде өскен. Адам ата мен Хауананың алғашқы мекені, олар қуылған жәннат бағы жайлы христиан дінінде де, исламда да айтылған. Христиандықтар Хауанамыздың дәмін татып көріп, жұмақтан қуылған себепкер болған жеміс алма болғанын деп санайды. Еуропалық мәдениетте алма таным символы. Кейбір ғалымдарының алманы тыйым салынған ерекше сезімнің, махаббат пен ынтықтылықтың символы деп біледі. Демек, адам баласының жер бетіндегі алғашқы мекені, жер шарындағы алма жемісінің алғашқы пайда болған жері Алатау өңіріне орналасқан әбден мүмкін. Алматы отанының біздің елімізде орналасуы тек бір ғажап тұжырым деп ойлаған боларсыз. Дегенмен бұл ғылыми дәлелденген. Оксфорд ботанигі профессор доктор Барри және француз зерттеушісі Кетри бұған дәлел ретінде генетикалық талданған негізделген зерттеу жұмысын ұсынады. Ал енді алманың құрамындағы дәрумендерге тоқталып өтсек. Алманың құрамында 83% су, 16% қант, 0,8% қышқыл, 18,5% құрғақ қалдық, 0,1% иілік заттар А, В1, В6, В2, С, пипид витаминдері көптеген минералдар заттар бар. Адамдардың тамаққа қолданылатын жемістерінің 5-тен 4 бөлігі алма, шырыны, шарап, сусын дайындалады. Жемістің емдік дәрі ретінде де адам организміне ауыр металдарды заттарды тазалауға, қан бұзылуы және жүрек ауруларын емдеуге қолданылады. Сондай-ақ тамақ кондитері және иіс су өнеркәсіптері де қолданады. Алманың калориялық мөлшері. Алманың калориялық мөлшері төмен. Жемістер қызыл, жасыл, сары, қызғылт болуы мүмкін. Бұл сорттар әртүрлі сорттарға бөлінеді. Алтын, апорт, гала, смит әже, фудзи, қызғылт ханым, ақ толтыру және басқа. Олардың арасында калория саны айырмашылығы шамалы. Әртүрлі сорттағы алманың құрамында ақуыздар мен майлар орта есеппен 100 граммға 0,4 грамм құрайды, бірақ көмірсулар 10 немесе 20 грамм болуы мүмкін. Алманың адам ағзасына пайдасы: витаминдер, минералдар, тағамдық талшықтар, органикалық қышқыл, әйелдер мен ерлер мен балалар жүйелері мен мүшелеріне жақсы әсер етеді. Алманың көптеген пайдалы қасиеттері бар. Мысалы, иммунитет үшін жалпы денсаулыққа В тобының дәрумендері мен нығайтылады. Олар метаболизмді қалыпқа келтіреді, метаболизмді жеделдете, бұл иммунитет жағынан әсер ететін қан айналым, салмақ жоғалту ықпал етеді, С дәрумені мен мырыш В тобы ықтимал етеді. Жүрек пен қан тамырлар ауруларына
Алма холестерин деңгейі төмендетеді. Бұл жүрекке пайдалы. Сондай-ақ жемістер қан тамырларының қабырғаларын нығайтады. Олардың өткізгіштігін арттырады, ісіну азайтады. Ауырды тез қалпына келтіреді. Алма қан қысымын қалпына келтіреді. Бұл жүрек қан тамырлары жүйесіне де пайдалы. Бүйрек үшін алма қандай пайдасы бар? Бұл органикалық алманың құрамында калий жақсы әсер етеді, микроэлементтің ісінудің жеңілдетеді, жұмсақ, диуретикалық әсерге ие. Калийдің арқасында ағзадағы сұйықтық мөлшері реттеледі, бұл бүйректің жұмысын қалпына келтіреді. Ал бауыр үшін алма бұл мүшенің зиянды заттардан тазартады. Жемістерді жеу бауырдың детоксикация процедурасының бір түрі. Бұл пектиндерге байланысты ол токсиндерді алып тастайды. Тістерге арналған түрі. Жемістердің тамақтан кейін тазартқышқа ретінде қолдануға болады. Алма тамақтан кейін бляшканың алып тастайды және тістеріңіз бұзылуынан сақтайды. Ал жүйке жүйесі мен миға алма құрамында В2 дәрумен мен фосфордың арқасында мидың белсенділігі көтеріліп, жүйке жүйесінің жұмысы қалпына келеді. Ұйқысыздықты жойылады, жүйесі қалпына келеді. Эндокриндік жүйе үшін алма қалқанша бездің ауруларынан күресудің профилактикалық агенті ретінде қолданылады. Бұл жемістерге иодтың құрамы байланысты болады. Асқазан ішек жолдарына мен ас қорыту жүйесіне органикалық алма қышқылы метеоризм мен кебулерге жол бермейді. Ішекте ашытудың алдын алады. Сол зат асқазанның қабырғаларының жұмсатқыш әсер етеді, оның жұмысын, сондай-ақ ұйқы безінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын қалпына келтіреді. Ал өт қабы үшін алма өт қабындағы тастардың пайда болуына жол бермейді. Жұмсақ, холеритикалық әсер етеді. Жеміс өт тас ауруы мен холециститтің алдын алуға көмектеседі. Егер сізде өт қабындары проблемалары болса, күнде кем дегенде бір алма жеп тамақтанудың жарты сағат бұрын жаңа сығылған алма шырынын ішіңіз. Ал қан үшін С дәрумен қанның ұюын жақсартады, анемияның алдын алу құралы ретінде әрекет етеді. Темір анемияға күрес. Осы қасиеттерге байланысты жемісті жүктілік кезінде жеуге кеңес беріледі. Алма қандағы қант деңгейін реттейді, сондай-ақ оларды қант диабетімен ауыратын науқастарға қолдануға рұқсат етілмейді. Ал суыққа қарсы А және С дәрумені болғандықтан табиғи антиоксидант, денедегі вирустар, бактерия ауруларынан қорғайды. Сонымен қатар алма қатерлі ісіктің алдын алу үшін де қолданылады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша алмада ұйқы безі, бауыр, сүт безі, тоқ ішек, қатерлі ісіктерінің пайда болуы және даму қаупін төмендететін элементтер бар екендігі дәлелденген. Қатерлі ісік жасушалардың өсуі күнделікті осы жемістердің тұтынуы арқылы баяулатады. Достар, ақпарат пайдалы болса, таныстарыңызға жібере отырыңыздар.